17 әйел алған Исахан ағам. Авторы Мұхтар Мағауин. Оқыған Базаркүл Қалбар. Жас ұлғайғанда адамды әрқилы дерт ектей бастайды екен. Кесел одан бұрында келуі мүмкін. Сол, тарпа жабысқан беті алып та кетуі мүмкін. Бірақ мен ғұмырымда ауырып сырқап көрмеген едім. Шаншу, қанқу, тұмау, сымау әрине есеп емес. Ешқашан емханаға жатпаппын. Арнайы қаралып, атаулы ем-дом алмаппын. Содан ба салмақ түсірмесе де мазамды кетірген, сырт қарағанда тым елеусіз және түсініксіз жағдай мен үшін мүлде күтпеген оқиға болып шықты. Дүниенің бар салмағын көтерген ғазиз бас емес, барлық қуаныш қиындықты қолға тамырынан өткізген қайран жүрек те емес. Міне 61 жыл бойы жер басып келе жатқан, заманның зілі мен зұлымдығы жаныштамаған, тіршіліктің мұңы мен қайғысы өксітпеген, санасыз, сезімсіз, кәдімгі екі аяқ. Отырсам өзімдік емес сияқты. Тұрсам, жүрсем үйреншікті денемді көтер алмай, шытынап сынып барады. Дәрігердің қолына түспе деген мәтелім бар еді. Тұтқынға, байлауға түсуге асықпадым. Қазақы ем-дом жасауға кірістім. Содан соң Қытай нүкте массаж. Шүкірана, оңалып қалған сияқтымын. Өзім кейінгі бір шығармамда әжептәуір қалжыңдасып алған әзағаң, яғни құдіретті Әзірейіл ақсақал, қайткенде де құзырындамыз ғой, мені сирақтан тұтпауға тиіс еді. Айтайын деп отырғаным сырқат жай емес. Сол сырқат орайында бала-шағаның қалай дүрліккені. Мені 80-нен бері де ат басын тартпайды. Тіпті ешқашан мойып ауырмайды деп білген ұл қыздарым жапыр-жапыр болыпты. Үлкенді кішілі немерелеріме дейін «Ата, аяғың қалай, ауырма?» деп сөйлейтін болды. Айналдырған 5-6 бала ғой. Небәрі 10-15 немере. Бала тым құрса 7-8 болмадау деп қиялдайтын едім. Немерелердің ұзын саны 20-дан асса деп армандайтын едім. Амал қанша? Жалғыз әйелдің барын төстік. Бүгінгі балалар сол 5-6-аудың өзін көп көреді. Енді міне алдыңғылары көкелеп, кейінгілері аталап, жатқанда осы барыңа тәуба қылады екенсің. Құрықтың сұлбасы болмаса да, көлеңкесі көрінгенде қайдағы еске түседі. Бағзыдағы атаң мен әжең, кейінгі әкең мен шешең. Бүкіл өткен өмірің, қиындығың мен күресің, мерей мен қуанышың. Өте ұзақ, тым ауыр жол. Сонымен қатар мархамат, мұратты, игілікті кешу. Қайткенде де ғапыл, өкінішің жоқ сияқты. Арман болса жасап үлгермеген істерің. Бірақ 100-ге келсеңде түгел атқарып бітпесіңді шамалап, бүгінгі жеткеніңе салауат айтасың. Ал пенделік тірлігің, ол да қанағаттанарлық дәрежеде өтіпті. Әуелде сүйген сұлуыңды алыпсың. 41 жыл қосағымен қосағарыпсың. Өз бауырынан тараған бала-шағаң түгел аяқтанған. Келесі буын немерелер анау, шұрқырап өсіп жатқан. Бұдан артық не керек? Ойлап тұрсам, жалғанның шексіз қасіретімен қоса, фәнидің талай қуаныш қызығында бастан өткерген екем. Я, ойды ой қуады. Әрнені екшеп отырғанда кеше оқыстан есіме түскен. Дүниені шайқап өткен бар қызықтың басын шалған Исахан ағам. Біз сияқты бір қатынға қарап қалмай кезегімен 17 әйел алып еді. Бәрімен де бақытты ғұмыр кешті. 4 жыл, 3 жыл, көпшілігі тура 1,5-2 жылдан. Бәрімен де тату-тәтті айырылысты. Жұрт білгенде ешбір әйел көзге болсын, сырттай болсын, арада пәленбай жыл өткенде болсын, Исахан ағама ешқандай өкпе айтпапты, кінәртпапты. Бәрі де мұңая күліп отырып, қимас ризашылықпен еске алады екен. Исахан ағам бізбен аталас жамағайын туыс, қыз алыспас жақын. Берден санағанда туыстаған жанбай жарғыштан тараймыз. Атам айтқан, және сылқым серінісін айрықша жақсы көретін. Ал Исахан ағам мені жақсы көреді. Бала атаулыға суық дейтін, алдын алмайды, бетінен сүймейді, ойнатып күлмейді. Маған ғана басқаша.
Қалтасында әлденендей бір тәтті, тым құрса сықпа құрты болады. Және үйге кіріп мені көрісімен мойнына көтеріп алады. Шағын бөлме ішінде шырайын алып, ат болып желеді. Төрдегі текемет үстіне жата қалып, арқасына отырғызып, түйе болып, төрт аяқтай ырғатылып жүреді. Немесе мені стол басында кішкентай құрақ көрпеге орап, әлделеп отырып өлең айтады. Мен қазір үлкенмін, жасым 9-ға шықты. Сонда да Исақан ағаммен кішкентай бала болып ойнау қызық еді. Бірақ кейін кезде көрінбей кеткен. Таңертең ертемен келді. Үйде үлкендерден әжем ғана қалған. Содан соң сабаққа түстен кейін баратын мен. Исақан ағам есіктен именшектей кірді. «Ассалау!» деп сәлем берді. Сөзің аяғын жұтып қойған. Мен оқып отырған кітабымды тастай сала алдынан шығып қос қолдап амандастым. Қазандық маңында жүрген әжем қырындаған қалпы бұрылып қарамады. Исақан ағам екінші қайтарап бұл жол анықтап, «Есенсіз бе жеңеше?» деп көтеріңкі амандасты да төр алдындағы таңғы дастархан толық жиналып болмаған дөңгелек стол басына сылқ етіп, малдас құрып отыра кетті. «Сенікі жөн, жеңеше», деді. «Ұрыс маған, сөк, жер жебірме жет. Мүмкін сен ұрысқан соң егіл-тегіл жылап алармын. Әлиманың обалын көз жасымен жуалмайсың», деді әжем өзінде болмаған қатқыл әуезбен. Сал жігіт», деп сәл бөгелді. Теріс қарап жаулығының ұшымен көзін сүртті. «Беу, жалған. Ел аңыз қылып айтатын еді ғой, көз көрпеш баяндай арманда кетіп бара жатқан. Бірақ екеуің қосылдың, енді міне. Ішің қалай өртенбес?» Исақан ағам төмен қарап тұқыра берді. Бір қызарып, бір сұрланды. Тағдыр ғой жеңеше», деді бар болғаны. Әжем сол салғырт қалпында шай шығарды. Дастарханға бір уыс құрт 5-6 бауырсақ тастады. Мен де бүгінгі кітапты біржола жауып қойып дастархан басына Исақан ағамның оң тізесін жанай отырдым. Әжем күрсініп барып екеумізге шай құйды. Исақан ағама үлкен кәрленгесте маған кішкентай шыны кесе. 5 жыл сарғайып тура 5 жыл күтті, деді өзіне де шай құйып жатып. 3 жыл, деді Исақан ағам төмен қараған қалпы. 5 жыл, деді әжем. Соғыс басталар жазда үйленбек едіңдер. Ары создың, бері создың. Одан соң майдан. Енді міне, 5 жыл, деді Исақан ағам. Күтті. Обал болды, деді әжем. Менің обалымды ойладың ба жеңеше? Деді кенет Исақан ағам еңсесін жазып. Мен содан соң тура 4 жыл күттім ғой. Ұзақ 4 жыл. Әжем де басын көтерді. Сол қолымен аузын басты. Көз бақырайып кеткен. Солай жеңеше, деді Исақан ағам төмен қарап. Манадан бері алдында қозғаусыз тұрған шайдан бір ұрттады. Енді жаңадан жас қыз алам. Жеңеше, Әлимамен қызғылықты ғұмыр кештік. 5 жыл ойда, түсте, 4 жыл бірге тұрмыста. Тату тәтті, махаббатты. Ақыры осылай болды. Бұрынғы келінің ешқандай кінә қоя алмайды. Менің де өкпем жоқ. Тағдыр, жазмыш солай екен. Бүгінгі әңгіменің мәнісін одан бұрынғы жағдаяттар жөнінде кейіннен ғана естіп, көңілге түйдім. Өзімше байыптап, тағы біраз нәрсенің сырын ұқтым. Исақан ағам мен көрген кездің өзінде келбетті жігіт еді. Еңселі, иықты, кеуделі, қырмұрын, биік қабақ, қара көз, қызыл шырайлы. Ер көңілді мәрт, ашық жайдары. Ақылды, ұстамды. Бар айыбы оқымаған десетін. Шындығында ол кезде біздің ауылда қаладан оқу бітірген кісі некен саяқ. Арнайы білім алса, үлкен қызметте жүрер еді дегені ғой. Бірақ қазіргі қызметі де осал емес. Аудандық ақша бөлімінде істейді. Соғыстан бұрын тіпті бастық екен. Есеп шотқа жүйрік болған ғой. Бірден көтерілген. Жұмыста сыйлы, жұртқа жағымды. Міне, Әлима тәтем екеуі сол кезде жарастық тауыпты. Исақан ағам 20-да, Әлима тәтем 17-ге жаңа толған екен. Мен көрген келіншек түскен кезінің өзінде аса көрікті еді. Қос өрім шашы қылтасынан асады. Үшкіл тұмсық, әдемі туфли, қынама бел, жасыл камзол. Қыста биік өкше,
Ұзын қонышты былғар етік, көк жағалы пальто киіп басына ақ түбіт шәлі салатын. Не кисе де ұнасымды, әсем көрінетін. Ал өзі әлі күнге көз алдымда. Қалың, жіңішке, имек қас, кішкентай қырмұрын, сүйірлене біткен балғын екті қара торы. Мөлдіреген бадамша көзінде үнемі мұң тұнып тұратын. Тіпті жадырап күліп көңілденген кездерінің өзінде. Мұңды еркелік, назды күлкі. Сұлудың өзгеше бір суреті екен. Исахан ағам екеуі Қыз Жібек пен Төлегендей бірден табысты дейді. Қайда барса жұбы жазылмайды. Бірінсіз бірі тұра алмайды. Алайда аралары таза аға мен қарындастай келісті екен. Сәтті күні некелесіп қосылмақ. Қыздың кәмелетке толуын ғана күтсе керек. Ақыры той кешіне 2 апта қалғанда соғыс басталады. Исахан ағам әскери жасында. Көп ұзамай майданға кетуге тиіс. Қыздың базына тілегіне қарамастан үйлену күнін кейінге шегереді. 1 ай өтеді, 1 жыл өтеді, 2 жыл жетеді. Соғысқа аттанған жігіттер баудай түсіп қатарынан қынадай қырылып жатыр. Қара қағаз күзгі жапырақтай күн құрғатпай келіп жатыр. Ал Исахан ағам қызмет орайына байланысты айдан айға қала берсе керек. Әрине уақытша. Ақыр түбі кетері анық. Мен сені басыңа жаулық салар салмастан жесір қалдырғым келмейді, депті Исахан ағам. Сен өлсең көп ұзамай мен де өлем, дейді Әлима тәтем. Қыз қалпыңда қаласың, өлмейсің, дейді Исахан ағам. Әлде қалжың, әлде шыны. Өлмесем өмір бойы түлетем, дейді Әлима тәтем. Үйіңе кіргізіп кет. Менде үй жоқ, дейді Исахан ағам. Шынында да әке шешесі қайтқан. Өзі атадан жалғыз, немерелес аға жеңгесімен бірге тұрады екен. Осы қалпыңда күт, дейді. Егер қаралы хабар келсе, соғыс біткенше күдеріңді үзбе. Және 1/2 жыл. Содан соң бақытыңды тап. Менің бақытым біреу-ақ, дейді Әлима тәтем. Ақыры Исахан ағамның да майданға аттанатын кесімді күні жетеді. Әлима тәтем екеуі амандықта көрісеріне нық сенімде, жарқын жүзбен қоштасады. Бірақ Исахан ағам аяғы кемтар туып, әскерге жарамаған көкірегі аш құрбыларының біріне Әлима тәтеме арнап шығарған өлеңін үйретіп кетіпті. Менен теріс хабар жетсе, өзіне айтып бересің деп. Құрдас жігіттің ішіне сыймаса керек. Исахан ағамның ізі суымастан ақ жұрт арасына тарап кетеді. Содан біз ес білгенде, тіпті ер жеткенде, күні кешеге дейін біздің ауылдағы жиын тойларда айтылып жүрді. Сөзі де, әуені де өзгеше, сырлы, мұңды ән еді. Сен шалқар дарияда еркін шомған алтын балық едің. Өзің қалап менің қолыма түстің. Сүйіндім, тамашаладым. Сүйдім, мейірлендім. Аялап әлпештесем де қиянат жасамадым. Бірақ тағдыр мәңгі бірге болуға жазбапты. Енді бақытың ашылсын. Қапияда айырылыстық, қапада өтпе. Я, өлім деген сөз жоқ, бірақ махаббаттың аза жыры. Жігіт майданнан аман есен оралады. Ғашықтар сағынысып қосылады. Ақыр түбі қапияда айырылысады. Сөйткен Исахан ағам арада ай өтпей, жасы 18-ге жаңа толған асықтай ойнап тұрған күлімкөз қызыл ерін тағы бір сұлуды құшты. 3 жылға қарағанда оны да тастады. 3 әйелін алды. 2 жылға әрең жетті. Содан бастап салқам сері Исахан ағамның жаңа бір әйел алуы, оны көп замай тағы тастауы, және кезекті бір қызға құрық салуы үйреншікті оқиғаға айналған. Я, айтпақшы, 3 ме, 4 ме, беті ашылмаған қыздан соң есік көрген жас келіншектен де тартынбайтын болды. Аудандағы әлде бір үлкен қызметкердің балалық қатынын бұзып алған. Ұзағырақ 2,5 жылға тақау тұрды. Әрине, тояты басылған соң оны да тастады. Бір ғажабы, бұл кезде 30-ды орталаса да, бұдан бұрын неше әйел алған баянсыз атағы болса да, Исахан ағам сөз салған қыз қатын атаулының ешқайсысы да бетін теріс бұрмаса керек. 30-ыңыз не, 40-ты еңсерген шағында. 7 ме, 6 ма ретте Семейден институт бітіріп келген әп-әдемі мұғалима қызға үйленді.
Енді тоқтайды дескен көлденең жұрт. Тоқтапты. Бұл жолы толық 2 жылға. Келесі қыз, келесі келіншек асыға күтіп тұр екен. Ал аты аңызға айналған, әнге, жырға қосылған Әлима жеңешем. Исақан ағам қайыра сөз салыпты десетін. 4-ші әйелдің тұсында, немесе 5-шінің қарсаңында. Ойнап күлмек емес, шын ниетімен қайта қосылайық десе керек. Әлима тәтем толқып, жұмсарып барып, тас болып қатыпты. Біздің махаббатымыз өлген. Мына мен құры дене. Өлексемді сүйретіп қайта оралсам да бұрынғыдай болмаймыз. Әуелгісі рас болса, ертеме кешпе қайырылып бір соғар деуші едім. Ризамын, қош дейді. Көп замай ол да күйеуге шыққан. Ешқайда кеткен жоқ. Осында аудан орталығы Сартеректе. Мен 7-ші класста оқитын едім. Күзде ауылдағы әжем өлген, өзім кісі үйінде тұрам. Жарым көңіл әрі ашқұрсақ дегендей. Әлде қалай есігінің алдынан өтіп барады екем. Дауыстап тоқтатып алды. Бауырына басып бетімнен сүйді. Әжеңе бара алмадым, алды жарық болсын, деген. Көзі қаймыжық жас екен. Менің әжемді ғана емес, өзінің өткенде есін алып тұрғандай. Үйге кір. Кірдім. Бесікте бақырып жылап, балпанақтай ұл жатыр екен. Әлима тәтем, қазір құлыным, қазір, деп жүріп шешіп қолына алды. Міне сенің ағаң деді, туысқан ағаң, Жарғыш шәкемнің тұяғы. Сүйдеді де қара көздерінен моншақтай үзілген жасын әрең тиіп, кішкентайын құйрығы жалаңаш қалпында бір иығына асқан күйі маған ас қамдаған. Бір талмайлы қабырға, қалған сол болса керек, 3-4 бауырсақ. Менің тамағымнан нәр өтпеді. Жарғыш шәкесі, яғни Жанбай атам қайда? Әлима тәтемнің, яғни бұрынғы жеңгемнің қазіргі қосағы мүлде басқару, тіпті сырттан келген бөтен кісі. Исақан ағамнан туса айтқанындай маған шын іні болар еді. Сөйтіп отырғанда күйеуі келді. Үлкен мансапты райкомда нұсқаушы болып істейді дейтін. Танауы қусырылған сазбет ақсұр кісі екен. Өзі жап-жас, өзі соншама кекірт. Маған бірден ақ ұнатпай қараған. Мен майлы қабырғаны сыдырмаған жалғыз бауырсақ жеген күйімде рахмет айтып шығып кеттім. Енді қайра бұл үйдің ауласынан айналып өтетін болдым. Өзімнің жүрегім ауырмас үшін, бір замандағы бақытты жеңгемнің көз жасын көрмес үшін. Уақыт алға жылжып өте берді. Мен ержеттім, мектеп бітірдім, университетке түстім. Аспирантураны тәмамдадым, үйлендім, қызметке араластым. Әдебиетші, жазушы ретінде танылдым. Қалада тұрам. Бірақ ауылдан мүлде қол үзбегем. 2 жыл, 4-5 жылда оралып соқпай қоймайсың. Алдағы ақсақалдар, көз таныс ағаларды көресің. Көрмесең сұрастырасың. Анау қайтыс болған, анау алыстағы баласына көшкен. Бәрі де заңды, табиғи. Исақан ағамның да болмыс бітімі, өмір кешуі үйреншікті әдепкі қалпында. Мән жөнін сұрағанда біреулер көңілдене күледі. Енді біреулер бас шайқап қолын сілтейді. Бір барғанында 9-шы әйелмен тұрып жатыр екен. Келесіде 12-ші, әлде 13-ші әйел. Соңғы жолы 14-ші, әлде 15-шіге жетіпті. Мен сұрастырған жөн жобасын білетін ағайындар кейде өзара дауласып қалады. Бірі 15-ге толған жоқ десе, екіншілер 20-ға тақатып қояды. Ағаң 25-тен бері де тоқтамайды деп қақтады мені. 2-3 рет өзінде 100-100 көрдім. Үлкен үйге алыстан келген бауырына арнайы сәлемдескен. Кейінгі келісінде әңгімемен әжеп дәуір отырды. Кең маңдайына қосарлы әжім түсіпті. Жирен шашына қылау кірген. Бірақ өңі қайтпаған. Бойы тіп-тік. Толық та арықта емес. Бітімінде тәкаппар бекзаттық бар. Отырысы кербез, сөзі байыпты. Менің бар жазғанымды қадағалап оқып жүреді екен. Біздің әулет ежелден билікке, сөзге бейім болды. Пәлен атаң биеді, түген атаң батыр еді. Пәлен ақын, түген шешен. Осы жаңа заманда үлкен жазушы бізден шықпағанда кімнен шығуы керек еді, деп өзінде көтермелеп, менде марқайтып кеткен. Ақыры бір күні Алматыдан арнайы іздеп тапты. Кеш құрым еді. Ақсақал босағадан аттасымен абыр-сабыр болып қалдық. Шай қайнатылды, ет асылды.
Мен өткен кеткенді сұрастырып отырмын. Исахан ағам біздің үйелмелі-сүйелмелі үпір-шүпір балаларға көзі жасаурай қарап қояды. Машалла, тәуба дейді анда-санда. Тіпә-тіпә тіл көзден сақтасын. Кісі жатырқамайтын біздің тентектерде аталарың деген соң бірі алдына отырып, бірі мойнына мініп мәз-мәйрам. Біздің дастархан мол, бірақ үйде ішімдік болмайтын. Дүкен атаулы жабылып қалған, әжептәуір қысылып едік, ақсақал татып алмайды екен. Жасымда өстігім болған жоқ, енді Құдай сақтасын, дейді. Ескілікті әңгімеден басқа не керек? Кең көңілді отырыс болды. Ақыры жатуға келгенде біздің үйде келіні төсек қамдады. Ол кездегі пәтеріміз микроауданда. Халық тілінде распашонка, иткөлек аталатын. Шағын 3 бөлме. Төргі біреуі менің жұмыс кабинетім, қос қабырға толған кітап. Екінші бөлмеде біз балалардың ең кішісімен. Ересектері жылжымалы диванды жазып, залға жатады. Енді бүгінше түгелмен өзімізге көшірмекпіз. Ақсақал бірден-ақ диванды кең үйге емес, кітапты шағын кабинетке жер төсекке жатуды қалады. Менің ықшам жазу столында алқап, қатар-қатар тізіліп тұрған әдемі кітаптардың түбін сипалап, мейірлене жымиып азғана тұрған. Содан соң Алматыға арнайы келген бұйымтайын айтты. Ғылым академиясына тапсырмақ ескілікті біраз сөздері бар екен. Баяғы заман ақындарының өлеңдері, айтыс дастандары, ел аузындағы әрқилы әңгімелер, ешбір кітапқа шықпаған ежелгі жырлар, талай нәрсені құр жіберіп алыппын дейді. Кеудесі кеніш қариялардың көбісі кетіп қалды. Соңғы 10 шақты жылда ғана ескіріп, елден жинап тергенім. Бұл кезде мен ғылым академиясында қызмет атқаратын едім. Әдебиет зерттеу институтының қолжазба және архив бөліміне алып бардым. Бөлім бастығы белгілі ғалым, жас үлкен әріптес әуелі маған рахмет айтты. Содан соң ақсақалға ризашылық білдірді. Апарған мол дүниесін түгел тізімдеп тіркеп қол қойғызып алды. Тиесілі тиын тебені келер аптада деген. Мен ақша қуып келген жоқ едім, деді Исахан ағам ащы жымиып. Беріп жатсаңдар рахмет. Ал енді мына ең құнды, ең қажетті дүниені ысырып қойдыңыз. Сол ақшаны өздеріңе төлесем алар ма едіңіз? Әлде ешкімге керегі жоқ па? Керек, деді бөлім бастығы жеңіл күрсініп. Бұдан дәл 15 жыл бұрын қуана-қуана қабылдар едік. Қазір тыйым салынған. Аша бере қайта жапты. Уақыты келер. Ал менің уақытым өтіп барады, деді Исахан ағам түңілген кейіпте. Мұндағы әлдекімдердің докторлық диссертациясынан да жуан, мұқабаланып түптелген қалыңдығы 4 елі, кетпектей қолжазба кітапты кешеден бері арқалап жүрген көнетоз сары портфеліне қайтадан салып жатып. Шамаласам да не екенін сұрағам жоқ. Әрі бөтен кісі алдында бейсауат сөз көбейіп кетер дегем. Сыртқа шыққан соң қабақ кірбең Исахан ағам оқыс көңілденді. Базарға апарсаң, деді, жұмысың жағдайы қалай еді? Еркін, деді мен. Жүріңіз, көк базар ғой, такси ұстайық. Қатар-қатар жемістен көз тұнады. Шабдалы, өрік, алмұрт, анар, жүзім. Алманың нешатасы. Ақшыл, жасыл, сарғыш, күрең, қызыл. Түрлі түсті жеміс түйетайлана қаланған ең әдемі сөрелер қатарын бір айналып шықтық. Екінші айналып барып, алқызыл апортқа тоқтадық. Ең жақсы осы қыздың алмасы, деді Исахан ағам. Я, осы көк базардағы ең жақсы алма менікі, деді жеміс иесі сықылықтай күліп. Дөңгелек бет тана көз жас келіншек екен. Мен жан-жағыма қарадым. Бәрі де жақсы. Ал мынау алмалар артық та кем де емес. Өзгелермен қарайлас көрінді. Келіншектің тартымдылығы болмаса. Қонаққа ма деп сұрады. Қаншаласыздар? Қонақ емес, сыйлы келінге, деді Исахан ағам. Немерелерге, деді содан соң маған қарап. Кеше құрғыл бардым ғой, аталарынан сәлемдеме деп апар. Өй аға, несіне әуре болдыңыз? Алма бар ғой, дедім мен. Ата болып қалдыңыз ба? Немерелерде бар ма? Деп сұрады ойнақ келіншек. Мен Исахан ағама қарадым. Ата дерлікте емес, жап-жас. Бетін аз-маз қорасан секпілі шалған. 40-тың ар жақ бер жағында қайратты еркек. Жасы. Шын жасы 50-дің жуан ортасында болса керек. Менде бәрі де бар, қалқам, деді Исахан ағам. 5 кіля. Салып салатын себет, дорба бірдеңе табыла ма? Табылады. Бізде бәрі де бар, деді келіншек қабағының астынан ұрлана қарап, қоржын таразының табақты басына алмаларын салып жатып.
Тырнақтары боямасыз, саусақтары сүйріктей екен. Езіп, жаншып алмайын дегендей, жемістердің тоқ бүйірінен шынашағы жазылған бас бармақ ортан қолмен ғана ептеп ұстап, сәнмен қалап қойып жатыр. Бәрі бар, жігітте бар ма? Деп сұрады Исақан ағам. Ой, атасы! Деп күле бере шашалып қалды. Майқап, деді Исақан ағам. Айтқаныңыз келсін. Ой, ағасау, қазір жөн түзу жігіт бар ма? Түгел нәрәнжік, жалқау, алқаш. Бәр емес шығар, деді Исақан ағам. Егер аңдаусызда сендей сұлу қызға сондай бір бозөкпе ұшырасып қалған болса, несіне өмірің тоздырасың? Өзімде қуып жібердім, деді келіншек сәл-пәл төменшіктеп. Сонда осы алманы өзің өсірдің бе? Өзім өсірдім, деді келіншек. Кәрі шешем бар қолымда, не қайыр қарақшы болғаннан өзге. Бірақ тәуба, деді. Сол қарайып отырғанның өзі дәтке қуат. Басқа бір қуат тағы керек, әлі жассың, деді Исақан ағам. Келіншек төмен қарады. Міне киіңіз, деді басылыңқы әуезбен. 5 кіладан асты, ең жақсыларын таңдап бердім, деді содан соң жымия күліп. Атың кім? Деп сұрады Исақан ағам. Әмиянын ашып, ірі ақша шығарды. Алма. Алма өсіресің, атың алма. Алмадан да тәттісің, деді Исақан ағам. Келіншектің бетінің ұшы лып ете түсті. Үлкен қара көздерін тайдырмай тіке қараған. Ерні шұқа қып-қызыл екен. Бояу емес, табиғи қалпы. Алла жар болсын, деді Исақан ағам мен базардан шығарып тұрып. Ағаңның өмірі өтті осылай. Келін әдемі екен, көрікті ғана емес, келісті. Бақытыңның бағасын біл, жаным. Епетейсіз құшақтап бауырына басты. Енді елге қайтасыз ғой. Әзір қайтпасаңыз үйге жүріңіз. Рахмет қарағым, деді Исақан ағам мұңайып. Менің көшерімді жел, қонарымды сай біледі. Хош, деді содан соң кеудесін керіп. Мен әлгі алмаға қайта барайын. Тым тәуір көрінді, деді күрсініп. Бұдан соң алас қапас заманда Исақан ағаммен қайра жүздеспедім. Бірақ ортақ ағайындар арқылы әңгімесі жетіп жатқан. Елден бір жола кетіпті. Осы Алматы төңірегінде әлде бір ауылда тұрады. Жаңа жас әйел алған. Онысы үйреншікті нәрсе, айтуға тұрмайтын. Сөз бұл нешінші әйел және онымен қанша отасады деген төңіректе ғана өрбіген. Десе де Исақан ағамның бұдан соңғы жағдайынан бейхабар қалып едім. Ақыры арада шамамен 10 шақты жыл өткенде оқыс хабар жетті. Исақан ағам дүние салыпты. Айтқандайын осы Алматының іргесіндегі Пәлен деген ауылда. Қаладағы телефон арқылы хабарласып, мән-жайды білдірген ағайындас шерлес 3-4 кісімен бірге топырақ салуға барған едім. Қаралы жеңгемді бірден таныдым. Баяғы көк базардағы алмалы келіншек. Әрине толыққан, егде тартқан, көп жылаған сияқты. Бет-аузы ісіңкі. Бірақ өң қайтпаған, жер ортасына жаңа келген салиқалы бәйбіше. Барлық рәсімін атқарып болған соң, азалы дастархан басында отырған берісі Алматы, арысы Бұлғыртаудан келген ағайынға қарата сөйлеп еді. Исекең Жарықтық екеуміз тура 9 жыл тұрмыс құрдық, деді. Бақтым, қақтым. Ол да мені әлпештеп өтті. Жеңгеміз әжептәуір босаңсып, көзіне жас алды. Әлде жүре тұрса керек еді. 65 деген немене, көлденеңнен келген жаман ауру алып кетті. Бірақ ағаларының шаңырақ құлады деп ойламаңдар. Бұл ауылдағы алыс жақын алманың үйі демейді, Исақанның үйі дейді. Жолдарың түскенде ат басын бұрып келіп тұрыңдар. Алыстағы ағайынға өкпе жоқ. Жақындағы қайындарыма айтып отырмын. Тым құрыса 40-на келіп қайтыңдар. Ең соңғы парыз болсын, деді. Межелі уақытында 40-на бардық. Ауылдағы жалпы жұрт кешкілікке хабарланған екен. Түскі дастархан бізге алматылық 2-3 кісі және жеңгеміздің жақын туыстары небәрі 10 шақты адамға ғана жасалыпты. Жеңгеміз көтеріліп оңалып қалған екен. Жарқылдап күлмегенмен еркін отырды. Әрқилы әңгіменің шетін шығарған. Ағаларың жағдайын білесіңдер ғой, деді бізге қарата. Маған дейін 16 әйел алған екен. Мен 17-ші болдым. Рекорд. 17-ші болғаным ғана емес, әуелгі 16-ның әрқайсымен небәрі 2 асса 3 жыл ғана отасады екен. Менімен тура 9 жыл тұрмыс құрды. Сіз енді бақытыңызға қарай соңынан кездестіңіз ғой,
деді біздің жігіттердің бірі әзіл-шыны аралас. Олай деп айтпа, қайным, деді жеңгеміз. Мен кесе көлденеңнен кездеспесем, тағы да 4-5 әйелдің басына су құяр еді. Мені алғашқы әйеліне ұқсататын еді. Тұрпа тұлғам емес, сірә мінезім, сөйлеген сөз, жүріс-тұрысым. Бір-ақ рет шын ғашық болдым дейтін. Сол әуелгі жеңгелеріңе. Ал мені ондай ғашық болмаса да тым жақсы көрді. Ағамызда арман жоқ екен, дедім мен. Арманы болды ғой жарықтықтың. Бір перзент, бір нәресте көрмей кетті. Жеңгеміз төмен қарап күрсініп алды. Содан соң көзі жарқ етіп жадырай күлген. Менен кінә жоқ, деді. Бір шикі өкпе көтерген едім бұрын. Әлгі ағаларың кездеспей тұрғанда шетінеп кеткен. Енді бір нәресте керек-ақ еді. Менен кінә жоқ. Ағаларыңды қалаға күшті дәрігерге апарып тексерттім. Жеңгеміз баяу күрсінді. Қайраты қайтпаған еді. Бірақ перзент сүйе алмайды екен. Салбырап үйге келдік. Есекең тым жабырқау. Жарар, дедім мен. Жаңа білдің бе, маған бала ассақ бір өзің жетесің. Ал саған, мына мен бармын. Тәуба айтпайсың ба? Жамағайын туыстарың жоқ емес. Тұқымың құрмайды, деймін. Менің қайғым басқаша, деді марқұм. Бұл жағын бұрында сезгем, білгем. 4-ші әлде 5-ші әйелден соң. Әуелден білсем, Әлимашпен айырылыспайтын едім ғой, деп көзіне жас алды. Сүйіп қосылған, қыздай алған алғашқы әйелде. Жөн, дедім мен. Неге сол 4-ші, 5-ші әйелмен тоқтамадың? Қанағат таппадым, деді. Әлиманың құшағы қайда? Әлимамды аңсадым. Сонда ағаларың жаңа бір Әлима қашан кездеседі деп, өңді әйел атаулыны судай сапырып ұшып қонып жүре берген ғой. 50-дің жуан ортасында ұзын санды 16-ға жеткізген. Содан, деді енді мені егімен нұсқап. Мына оқымысты қайным өзі бастап әкеп менімен табыстырды ғой көк базарда. Өзіңізде бірден үйіріліп түстіңіз ғой жеңеше, дедім мен күліп. Сондай жігіт, сондай еркектің қолын қандай әйел қағар, деді жеңгеміз сыпайы жымиып. Біз Құран бағыштап, риза қош айтысып аттанарда, Алма жеңгеміз менің қолыма ішіне әлде бір ескі қағаздар толтырылған кенеп дорба ұстатты. Ағаңның аманаты, деген. Үйге келгенде қарасам, құнды, көне басылымды бірнеше кітап. Бақырған, Софы Аллаяр, Біржан Сара айтысы, Айқаптың 5-6 саны, Абайдың 1923 жылғы жинағы, және Шәкерім қажының қалыңдығы 4 елі қолмен жазылып мұқабаланып түптелген үлкен топтамасы екен. Есіме түсті. Баяғыда академияда қабыл көрмеген өзгеше мұра. Кітаптарды қайда жүрсе де қастерлеп сақтаған, қол жазбаны қаншама жыл бойы құрап жинақтаған. Артында қалған бар белгісі осы ғана болды. Және академия архивіндегі тағы бір нұсқалар. Жансыз, тілсіз, өлі қағаз. Пәленшекең жинап тапсырыпты. Тек шартты белгі ғана. Адам тірі ұрпағымен мың жасайды дейді. Ұрпақсыз кеткен бір перзенттің зарпынан 17 әйел алған Исахан ағамның аты өшпесін. Бар кейпінде менің жазумен бірге жасасын деп, осы әңгімені өлмес таңбаға түсірдім. Қадірлі тыңдарман, егер сіздерге әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетіңіздер. Біз сонда ғана алға дамимыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, достар.